Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Алматы экономикалық колледжінің өндіріс оқыту шебері Ару Елеусінқызы. Бүгінгі біздің өндірістік тәжірибе тақырыбымыз дәнді сұрыптары бойынша бөлу. Мақсаты: дәнді көлемі бойынша сұрыптауды білу, електермен жұмыс істеп үйрену. Арпа өндірісінде ең алғашқы қолданылатын шикізат бұл арпа. Морфологиялық белгі бойынша арпа 2 қатарлы және 6 қатарлы болып бөлінеді. Шикізаттарға тоқталатын болсақ, арпадан соң ең маңызды ол су. Судан кейін құлмақ, жүгері, тары, күріш, күңгірт уыт және ашық уыт болып табылады. Астықтың анатомиялық құрылысы мына сыртқы қабатынан тұрады. Алерон қабатынан, тамырдың ұрығынан, сабақтың ұрығынан, жапырақ ұрығынан, жоғарыда эндосперм және бос жасушаларда орналасқан. Салмағы 100 граммнан кем емес үлгіні алып зерттейміз. Ол үшін бос ыдысты алып, үлгімізді салып, таразыға өлшеп аламыз. Салмағы 100 грамм болған өнімімізді алып, зертханалық тақтайға төгеміз. Визуалды қарап шығамыз. Ірі-ірі қоқыстардан тазартамыз. Арпаның ірілігін оның өлшеміне қарай айтады. Ол үшін 3 өлшемнен тұратын електі аламыз. Үлкен електің мөлшері 2,8 мм, ортаңғы електің мөлшері 2,5 мм, және төменгі електің мөлшері 1,7 мм. Ары қарай өнімімізді салып, ары қарай елеп, електен өткіземіз. Електен өткізілген үлгіміздің қақпағын ашып, үлгілерді 3 көлемді електерден қараймыз. Әр електен шыққан үлгілерімізді бөлек-бөлек салып қоямыз. Міне бірінші електен шыққан, мынау екінші електен шыққан және үшінші електен шыққан. Бізде тағы 4-ші електен шыққан қоқыстарды қараймыз. Олардың ішінде басқа дәнді дақылдарды қарауға болады және органикалық затты көруге болады. Енді бірінші үлгінің салмағын өлшеп аламыз және қағазға жазып қоямыз. Дәл осы кезекпен екінші және үшінші үлгілерімізде өлшеп, қағазға салмағын жазып қоямыз. Үлгіде шыққан қоқыстарды өлшеп, салмағын жазып аламыз. Дәнді сұрыптары бойынша бөлу. Електердің түрлері көріп тұрғандарыңыздай 3 мөлшерде. Ары қарай сол 3 мөлшердегі електердің шыққан үлгілердің салмағы. Сол салмақты енді формулаға қойып шығарамыз. Өлшеудің нәтижелеріне келетін болсақ, бірінші електен 70%,
екінші електен 35%, үшінші електен 10% үлгі боп шықты. Шыққан ірі көлемдегі үлгілерімізді алып қараймыз. Ірілігін байқап, оны ашық уыт және күңгірт уытқа жарамды деп айтуға болады. Міне осы арпаларды сыра өндірісінде кеңінен қолданылады. Бүгінгі зертханалық жұмыс өз мақсатына жетті. Дәнді сұрыпталу бойынша бөлдік, електерден өткіздік. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.